Бозбалалық шағымызда көбінде келіскен келбетімізбен, баскетболды жақсы ойнайтын қабілетімізбен көп қыздың қол жетпес арманы болатынбыз. Сонымен қатар, басқа еркек кіндіктілердің қызғанышымен бәсекелестігіне тап болатынбыз. Осы ортада қалып 3 жыл бойы оның доп ойнағанын көріп, әрі онымен бір сыныпта болатынымды ойламаппын. Неткен тәлейлімін. Неткен келісті. Сен де осы орталау мектебіненсің бе? Иә. Сен оның мектеп команданы бастап чемпион атанған жарысын көрдің бе? Әрине, ең соңғы 5 секундта оның үштік шеңберден лақтырған добы дәл түсіп. Дәл айтасың. Сүйжін деген кім ал? Ол жолғы жарыста сендердің мектептеріңнің тәлейі жанып кетті. Білдің бе? Мына өзі кім? Кім бұл? Сөзі үлкен екен. Екеуміз онда бірге бір жарысып көрейік. Сен кімсің? Мен Сүйжін деген. Көп қақтау? Мен істей алмайым. Бір істік. Бір жапырақ ет. Бір шаншып отқа қақтап жіберсең болды. Оп-оңай. Оңай, бірақ мен дәмді сорпа істейтін аспазбын. Көшеде көп қақтақ жемеспін. Сол емес пе? Сен дәмді сорпа істейсің, бірақ оны кім жеп жатыр? Содан сендер мені және оған көкөніс тураттырып қоясыңдар ма? Енді көп қақта дейсің, мен арнаулы аспаздық мамандығын бітірген аспазбын. Мен жалақыға келгенде саған құрмет еттім. Бүкіл дәмханамызға келген қонақтың ешқайсы да дәмді сорпаға тапсырыс бермесе де сенің жалақыңның бір тиын кемітпей төледім. Иә. Сол себепті ойланып көр. Мен жоқ дегем жоқ. Аспаздың негізгі міндеті не? Шикі асты пісіріп беру. Көп та сол сияқты. Бұл аспаздың міндеті. Мен сізбен салғаспай қойын, сіздердің сүм қожайын мені шақыртқан. Сол кісімен сөйлесем. Ол кіші жарнагер, мен нағыз қожайын. Онда мынау көп қақтасын, қурмаштарды мен де қуралам. Ей, сен өз басыңдағы әңгімені маған itергенің қалай? Мен деген тек қурмаштар қурам. Мені арнаулы шақыртумен әкелген, сен білесің бе? Мен аспаз емеспін бе сонда? Інім-ау, сен көкөніс турауға жүріп тұр екенсің. Мен саған көкөніс турау үшін келіппін бе? Мен сені сыйламай жүріппін бе? Жоқ. Сен лайықсың ба? Жоқ, сен лайықсың ба? Айтшы. Лайықсың. Тоқташы. Тоқтай тұр. Мен саған айтып қояйын. Мен қожайынның беті десем, саған көкөніс турау үшін келгенім жоқ. Біліп қой. Дана, Сүнчаң қайда? Сүнчаңдарыңның қайда жүргенін білмедім. Мен оған телефон соқсам неге үнемі көтермейді? Ол маған керек болып тұр. Ол неме әр күні түсте келіп төбесін көрсетеді де ғайып болады. Оны табудың өзі әулиені іздеумен бірдей. Саған айтайын. Қазір дәмханада не болып жатқанын білесің бе? Мен жынды болайын дедім. Қазір ғана екі аспаз ұрысып кетті. Мен артынан хабарласайын. Мына екеуі қол көтеруге барды. Жарайды, кейін хабарласам. Негізі бұл 3D форматындағы киноны көп көруге болмайды. Көп көрсең қызығы қалмайды. Жүрейік. Қане. Сүнчаң, мен бір шайлы сенен сұрайын деп едім. Иә, сұрай бер. Мекеме мені келесі аптада Оңтүстік Африкада тұратын тұрақты тілші қылып жібермекші. Оңтүстік Африкаға керемет жаңалық қой. Сыртқа шығып, ойнап қайтатын болдың. Қанша уақытқа? Жарты жыл. Жарты жыл? Сенше менің барғаным дұрыс па? Егер жай ойнап қайтуға болса жақсы, бірақ уақыты тым ұзақ екен. Жарты жыл меніңше сен үйді сағынасың. Солай емес пе? Сен мені сағынар ма едің? А? Мен үшін талдау жасашы. Шемән, сөзді осы араға дейін айтқан екенбіз. Сен өзің түсінесің. Мен әлде қашан айтайын дегенім... Мен білемін. Мен тек күнде сені көріп тұрсам деймін. Кешір. Саған беретін бір затым бар. Қазір ашпай-ақ қой. Үйге қайтардың алдында ашарсың. Бәйбіше, мен келдім. Бүгінгі қарбаластығымды көрсең.
Кім мені қожайын деп айтады? Қызметкерлермен бірдеймін. Бірақ бәйбіше, қазір дәмхананың саудасы сондай жақсы. Түсте де кеште де адамдарға лық толы. Мен бірде мұнда, бірде анда даяшы, кейде тамақтасып, әуелі ар жақта аспаздарға көмектесіп кетем. Шаршаған бәтті. Үстімнен майдың иісі шығып тұр. Алдымен барып жуынып қайтайын. Қайтып келіп сенімен сөйлесемін. Жарай ма? Бәйбіше, сөзіме құлақ салшы, бұлай болды. Мені бірнеше машина шабандоздары кино көруге шақырды. Машина жарысы туралы фильм екен, меніңше бармасқа тағы болмады. Содан Дананнан рұқсат сұрап алдым. Бұл жайлы саған айта алмадым. Кешірші мені. Сенімен өткізген бұл уақыттары мен үшін ұмытылмас естеліктер. Осы уақыттары менің жанымда болғаныңа рахмет. Ешқашан естен шығармайым. Бұл жоқ. Ей, менің жүзігім қайда кеткен? Ей, жүзігім қайда? Есіме түсті бәйбіше. Мен бүгін көкөніс жуғам. Мен жүзігімді шешіп алып қойған едім. Қараш, бұл жүзікті тағып алып, қалай көкөніс жууға болады? Ол деген екеуміздің махаббатымыздың символы емес пе? Ештеме жоқ бәйбіше. Мен оны ана ыдыстың жанына қойып қойғам. Әлгі ана сабын салғыштың қасында қалды ма? Ертең таңертең барып алып алам. Жо, Шуахуа алып кеткен екен. Я, сол алған, дұрыс. Ол оны Дананың ақша салғышына апарып қойған. Бәйбіше, сен ренжіме, мен оны қазір барып алып келейін. Бәйбіше, мен қателестім, мен шынымен қателестім. Бірақ бұл кімнің заты екенін білмеймін. Қалайша менің қалтамда жүр. Бұл маған емес. Кино билетін жайында айтқаным шындық. Мен сені алдаған жоқпын, ренжіп қалмашы. Бәйбіше, бұлай кейіп танытпашы, болмаса маған қол көтер. Боқта, қалағаныңды істе, тек бұлай қорқытпашы мен. Біз ажырасайық. Жоқ, сен не деп әзілдеп тұрсың, екеуміз айтқан жоқпыз ба? Қандай ұрысып төбелесек те ажырасуға бармаймыз деп, біздің баламыз бар ғой. Бұлай істемеші, жоқ, маған бұлай қарамашы. Мен саған айтайын, мені ұрып өлтірсең де, бүгін түнде бұл үйден шықпаймын. Ұқтың ба? Біз ажырасайық. Мен кетейін. Жоқ, сен қайда барасың? Түн ортасында ұйқы киіммен қайда бармақсың? Түнде қайда барамасың? Сен кетпесең, мен кетем. Сончаң, сенің соғық жүрісіңді білем. Мен біз тұрмыс құрғаннан кейін қоярсың дедім. Ауыты туылғаннан кейін сен әке болдың, енді есіңді жиятын шығарсың деген. Бірақ сен олай істемедің. Сен маған дәмхана ашам дедің. Сен дәмхана менің кәсібім дедің. Мен іште сен ойлаған болар. Мейлі, мен қанша ақша шашсам да ризамын. Сен өзгермедің. Сенің үстіңнен иіс суының иісімен бір рет қана сезген емеспін. Сен маған иіс тұтатқыш дедің. Мен дәмханаларыңда болғам. Дананның мүлдем иіс тұтанғыш сатып алмаған білем. Сен маған шыныңды айтар деп үміттендім. Күттім сол иіс суының иісі бір күні жоғалар деп. Бірақ бәрі жоғалды. Кино билеті қосылды, ғашықтар хатымен толықты. Бірақ жүзік жоғалды. Айтпақшы, және сен өмірі маған саған бермейді қонақтарын алған жарыс көру бөлмесі. Мен күн сайын орын бақылау жүйесі арқылы сенің ізіңе түскім келмейді. Мен сенімен ана келісім шарт арқылы некемді сақтағым келмейді. Мен әр күні сенімен мысықпен тышқанша ойын ойнағым келмейді. Менің талабым жоғарыма. Мен Шяутинге қатты қызығам, ерекше қызығам. Мен тек сенің бір қызмет тауып тып-тыныш әр күні үйге қайтып,
Ауто екеумізбен бірге тамақ ішіп, бірге теледидар көріп, сенің құшағыңда жатып ұйықтасам болды. Менің талабым жоғары ма? Мен де әйел затымын ғой. Мен де қамқорлығыңа мұқтажбын. Мен сенің күнде сыртта қаңғырып жүргеніңді қаламайын. Менің талабым жоғары ма? Сөнчан, айтшы, одан артық маған ештеңе керек емес. Басқа еш нәрсе талап етпеймін. Мен шаршадым. Жетер енді. Осы уақытқа дейін көз жұма қарап келгенім. Сөнчан. Сөнчан, мен шаршадым. Ажырасайық. Мен үйден шыққалы жатырмын, сен қайдасың? Мен үйдемін, әуежайда жолға. Бұл жолы қызметтен ерте түстім, шешем мені ұстай алмайды. Жарайсың ғой, бақылауға қабілеттісің. Тезірек кел, күтем сен. Тәуіш 8-ші кіреберісте жолғайық. Жарайды. Біз енді жолықпайтын шығармыз деп ойлағам. Мен Шаншанды тамақ ішуге алып барайын деп сендердің серіктікке барғам. Бірақ ол жоқ екен. Сендердің бөлімдегілер оны біраз күн демалыс алғанын айтты. Оған телефон соқсам ол көтермейді. Осындай кезде оның бастығын іздеу керек шығар деп ойладым. Артық емес шығар. Сен қайдасың? Неге телефонды алмайсың? Мен әуежайда күтіп отырмын. Шаншаннан келді ме? Иә. Сен сөз жоқ, мені өзімшіл, тәкаппар көріп тұрған шығарсың. Іштей маған лағнет айтып та тұрған шығарсың. Апай... Бірақ қалай ойласаң да мен Шаншанды ойлаймын. Шаншанның бақытын ойлаймын. Мені түсін. Маған сеніңізші. Мен сөз жоқ, Шаншанды бақытты қылу үшін тырысам. Білесің бе, мен сенің шынайылығыңды қаламайым. Тек шынайылықпен мәселе шешілмейді. Шаншан әлі жас. Мүмкін ол бұл қағиданы түсінбейді. Бірақ сен менің не дегім келіп отырғанын білуің керек. Өйткені Дуду... Біз барлығымыз ата-аналарымыз. Ата-ана болғаннан кейін барлық махаббатымызды балаларға арнаймыз. Бірақ менің қызым, ол сенің қаншалық махаббатыңа бөлене алады. Оның үстіне Шаншан баланың туған анасы емес. Тек осы жағынан ол қаншалықты бодау мен жауапкершілік арқалайды. Дәл осы жағынан ойласақ, бәріміз білеміз. Өз баламызға қалай қарасақ та орынды. Күйінсек те, сөгіс айтсақ та, бәрі де шын ниетімізбен. Егер де өзінің туғаны болмаса, бұл күйінуді өзіне қарату үшін деп сесінер. Тәрбиенің де жетіспеуі, сөгіс айтуды айтпай қояйық. Кішкене бір абайсыздық, қамқорлықтың жетіспеуі бәрі өзіңнің туғаның болмағаннан деп ойлап қалар. Сенің қызың әлі кішкентай. Менің Шаншаным ол өзі де әлі ержеткен жоқ. Мен оның өгей ана болып қиналып, жабырқағанын қаламаймын. Және де, сен Шаншанның бастығысың. Екеуіңнің байланысыңды қалай шешпексің? Сендердің бұлай жасырын махаббаттарың қанша уақытқа созылады? Айырылысқанға дейін бе? Егер айырылысып кетсеңдер мәселе шешілгені, ал үйленгелі жүрсеңдер, онда жасыра аласыңдар ма?
Сол кезде сен жұмыстан шегінесің бе, жоқ әлде Шәншанды шегіндіресің бе? Білем, жоғарғы мектеп бітіргеннен банкіде қызмет істеп келесің. 10 неше жыл дегенде қазіргі орныңа жеттің. Оның үстіне сенің қарайласатын атанаң бар, бағатын қызың бар. Сен сонда қазіргі жақсы қызметіңнен бас тартасың ба? Иә, Шәншан өзі қызметін тастауға келісетін болар. Бірақ ол шетелде қаншама жыл финанс басқару саласын оқыды. Елге қайтудағы мақсаты арманын орындау болатын. Сен оның 25 жасында өзінің арманы мен кәсібінен бас тартқызасың ба? Бір жағынан күйеуіне көмектесіп, енді бір жағы өзі тумаған балаға қарау сеніңше бұл Шәншан үшін әділеттілік пе? Егер Шәншан сенің қызметіңді сақтап қалу үшін өз қызметінен айырылса, сен оған қалай қарайсың? Сен осыларды ойлап көрдің бе? Келді. Данан қарашы, мен арнаулы суық тағам әзірледім. Мынауыңыз керемет екен, әке. Керемет. Солай ғой. Жарайсыз, әке. Сөзіме құлақ салыңдар, барлығын негізінен осылай тепетен қылыңдар. Мына істік аздау болып қалыпты. Құлақ сал. Чеңаға? Және де мұны... Мүлде келдің бе? Қалған бірнеше түріне майға араластырып, үстіне қойып қақтап, отылап ете түседі. Бұны қайтпексің? Жаңа ғана май араластырма дедің ғой. Менің айтқанымды істедің ғой. Сен Фыңжиңге не айттың? Шындықты айттым. Шындықты айттым деген не сөз? Біздің мұрнымызға су тимей жүргенде сен сыртта. Ойынға келгенді істеп қызғырқымен қыдырып жүрдің. Өтірік пе? Сен Фыңжиңға мен сыртта қызғырқымен қыдырып жүр дедің бе? Негіз олай айтқан жоқ едім. Бірақ қазір айтпаған ма? Өкініп қалдым. Байқасам, Сүншияңды күзету тоқтамас іске асқан көрінеді. Несі іске асқан? Сен қылжақтамасаң болмай ма? Сол кезде дәмхана мына екеуі басына көшірді. Мені бар ойым, бұларды ажырату да болды. Сол кезде сендердің үйіңдегі телефон келді. Шатасып тұрып телефонды алып абайсызда қате айтып қойдым. Абайсызда? Шынымен абайсызда. Ойбай! Мен де абайсыздан. Ойбай! Және де абайсыздан. Жаңағы мінезіңді көрсеткің келе ме? Маған тиіспеңдер. Сүңданан, саған айтып қойын. Сенің Фыңжиңға айтып қойғаныңнан ол енді менімен ажыраспақшы. Енді ризасың ба? А? Менің жан досым. Ризасың ба? Жаңаға. Риза болдың ба? А? Тиіспеңдер маған. Нақұрыс неме? Кет жолама маған. Ашуыңызды басыңыз. Тиіспе маған. Жақсы. Тиіспе дедім. Болды. Сұмпайлық деген не? Мен саған ненің сұмпайлық екенін айтайын. Мынау сұмпайлық. Түсіндің бе? Сүңданан, көрдің бе? Мен не үйіме де қайта алмайын, білесің бе? Мен сенімен бірге дәмхана ашам ба? Қандай дәмхана? Тиіспеңдер маған. Тиіспеңдер. Бізге дәмхананың керек жоқ. Жолама. Жаңаға. Тиіспе маған, Сүңданан. Тиіспе дейм. Сүңданан, екеуміз ат кекілін кессейік. Жібер мені. Ешқайсың жоламаңдар. Тиіспеңіз. Мен мұның бәрін ішуге, жеуге қимай. Әйелім мен балама бір тиын да бермей жүріп жиғаным еді.
және ең жақын досыммен бірге дәмхана ашып кәсіп жаратқан ек. Ең жақын досым ат кекілін кесісу. Ат кекілін кесісу. Бәрі осылай аяқталды. Ат кекілін кесісу. Саған не болды? Не естуылды? Не болды? Не жағдай болды? Ештеңе болған жоқ. Маған жіберген хатыңның мағынасы не? Мен саған кедергі болғанды қаламаймын. Саған кедергі болу деген не сөз? Саған не болды? А? Сен кейін өкінесің бе деп қорқам. Мен өкінем? Қайта сен өкініп жатырсың. Сен кеше ғана ештемеден қорықпаймын, менімен бірге боламын демеп пе едің? Жаңа ғана телефонда әуежайға барамын деген едің ғой. Ортада аяқ асты не жағдай туылды? Сірә не жағдай бол? Шән баланың туған анасы емес. Оның қаншалықты бодау мен жауапкершілік арқалайды. Елестете аласың ба? Мен оның өгей ана болып қиналып жабырқағанын қаламайым. Көп мәселе тек шынайылықпен шешілмейді. Сірә не жағдай болды, маған айтшы. Не болды? Айтсаңшы. Шән. Менің қолымнан сені бақытты ету келмейді. Біз айырылсайық. Және бір рет айтшы. Біз айырылсайық. Шән, сен неге енді қайттың? Шешең алаңдайды деп ойламайсың ба? Түйжан екеуміз айырылысып кеттік.
шабандоздың біліктілік сынағынан тексеруден өтіп кеттік. Тілші қыз, рахмет саған. Жарыс номеріңді алғаныңа қуанбайсың ба? Қуаныштымын, неге қуанбасқа? Бұл менің жатсам тұрсам арманым еді ғой. Мен неге сенің жүзіңнен ешқандай қуаныш сезімін байқамайым? Сенің көңіліңде бір уайымың бар, айтшы маған. Ештеме жоқ, мүмкін жарыс жақындағанға қобалжулы шығармын. Қобалжыма, мен саған сенем. Мен сөзсіз барымды салам. Шөмен, мен барып баламды көріп қайтайын. Мен жүре берейін. Және бір күні сөйлесейік, жарай ма, сау бол. Жақсы. Ауыты, сен әкем шабандоз демеп пе едің? Сенде тым болмаса белесебет те жоқ қой. Саған кім айтты менде жоқ деп? Менікі жоғары санаттағы үшті машина. Сенікі сияқты балалардың шарқыш велосипед емес. Мақтана бермеш, ешқашан сенің мініп жүргеніңді көрмеппін. Әр жексенбі сайын әке шешем мені бақшаға алып барады. Сонда мінем. Белесебетім жақсы дейсің. Мініп алып көрсетсеңші. Не себепті саған көрсетеді екем? Әр күні әке шешем келіп мені алып кетеді. 4 дөңгелекте 2 дөңгелектіден тез топас. Хеоминшір, үйге қайтайық. Шеше, ертеңгі ата-аналар жиналысына сөз жоқ, кешікпей келіңізші. Алаң болма. Әке, Олым, ертең ата-аналар жиналысы бола ма? Сен неге әкеңе бір ауыз айтып қоймадың? Сен алаң болма, ертең әкең сөзсіз келісті болып келеді. Машинамды да жуып ата-аналар жиналысына келем. керек емес. Мен әлде қашан шешем айтып қойғам, ол ертең келеді. О, онда шешең келіп ата-аналар жиналысына қатыссын. Әкең келіп сені алып кетсін. Сені сэндвич булкасын жеуге алып барайын. Не болды? Не болып қалды, балам? Сөйлесеңші. Тентегім, қолыным сол. Ай, балам, қараш. Әкеңнің саған не алғаны? Сен жақсы көріп жейтін тәттілер, және қуырылған картоп, көп жақсы нәрселер, бәрі сені сүйіп жейтіндер. Жақсы мекен? Және де қараш. Мынау не? Әкеңнің жарыс нөмірі. Әкең жарысқа қатысуға тізімделіп қойды. Бұл дегенің республикалық жарыс. Олым, сол кезде мен сені алып барам. Әкең саған сөз берген. Сөз жоқ, сен үшін бірінші орынды Мен алып берем. сыйлықты алмайым, Гогоға бермеймін. Маған тек әке шешем керек. Бәрі менің кесірімнен. Мен жарыс көруге бармайым, тәтті алмайым. Маған тек сендер керексіңдер. Маған тек әке шешем керек. Әкем мен шешем ғана керек. Маған тек әке шешем керек. Басқа ештеңе емес. Маған тек әке шешем керек. Маған тек әке шешем керек. Тәтті де ештеңе емес. Жарайды, ақылды құлыным менің. Маған тек әке шешем керек. Болды, құлыным сол. Білдім. Сені махаббатқа мас болып, мына досында ұмытқан шығар деп едім. Адамгершілігінен адаспапсың. Мені іздеп келуді де біледі екенсің ғой. Саған не болды? Өңің бозарып тұр ғой. Ауырып тұрсың ба? Біз айырылысып кеттік. Не? Сен сүйжінмен айырылысып кеттім дейсің бе? Не себепті? Мен де білмеймін. Не себепті екенін сұрамадың ба? Менің жақсы болуым үшін істедім дейді. Сен жақсы болсын десе сенімен бірге болу керек емес пе? Саған қамқор болу, сені мұңайтпау, сен үшін мейлі қандай қиыншылыққа тап болса да айырылыспау керек емес пе еді? Сен оның үйленгенін, баласы барына қараған жоқсың. Бәрін сол үшін ойладың. Шешем біздің бірге болғанымызды қаламайды. Шешем Франциядан қайтып келді. Алдыңғы күні ғана өзінің шыдамдылықпен шешемнің түсінгенін күтемін деген еді. Сендер қашан айырылыстыңдар? Кеше.
Балам. Болды, қайта бер. Сен қайтып келмейсің бе? Шешеңнің ашуы тарқағаннан кейін әкең қайтып келеді. Тез арада тіл ал. Жарай ма? Мен Дудуға біраз заттар әкелдім. Әй, Дудуға еш нәрсе керек емес. Мен оған жоқшылық көрсетем болса. Қараш, кім келді? Жоқ, алдыңғы рет досым Англиядан бір бөтелке стола келді. Жаман емес екен. Бұл бөтелкенің қорғау сақинасы бар. Температура өте жоғары болған кезде түс өзгеріп кетеді. Судың температурасы ерекше болған кезде дереу ақ түске өзгеріп кетеді. Бұл сіз талқанды бұлғап жатқан кезде судың температурасы өте жоғары болып қолыңыз күйдіріп қалудан сақтайды. Сақина және бөтелкені құлап қалудан сақтайды. Жан-жақтылы ойластырған екен. Және де дәрігерлер алдыңғы рет мына химиялық қалдықсыз кір жуу сұйықтығын айтып еді ғой. Мұнда ала келдім. Оның киімдерін жуғанда істетерсіз. Сен Шаншамен бірге саяхатқа шығамын демеп пе едің? Неге бармадыңдар? Уақытша жұмыс шығып қалды. Сенде басқа жұмыс жоқ қой. Не болды? Оның жұмысы шығып қалды ма? Ештеңе болған жоқ. Екеуің шығыспай қалдыңдар ма? Жоқ. Шаншан әлі кішкене. Оны алдай сал. Әкең сияқты қырсық мінез болма. Мені қырсық мінез дейді, солай ма, Дуду? Әй, Шаншанға қоңырау соқ, келіп тамақтанып кетсін. Керек емес. Әй, барлығы есейген адамдар. Олар өздері шешсін. Жүр. Қарным ашып тұр. Тамақ дайындап жібересің бе? Даяшы, бір құмырақ қызыл арағар екен. Шән, мен сенің көңілдірек болғаныңды қалаймын. Менің көңіл күйім өте жақсы. Сен көңілдісің бе? Жарай, онда жақсылап көңіліңді көтер. Кел. Маған серік бол. Сен айтшы, не үшін? Сірә не үшін? Өйткені сен дұрыс адам таңдамадың. Мен өзімше шамалы бодау берсем, бақытқа қол жеткізем деппін. Бірақ менде бодау бар. Қол жеткен ештеме жоқ. Сенің қол жеткізгенің оның қандай екенін білдің ғой? Мен оның қандай екенін білдім. Азырақ іш. Мен кішкене ғана оны балағаттағым. Оны өзімшіл жігерсіз деп. Бірақ мен шынымен оның мұндай адам екеніне сенгім келмейді. Ол мүлдем ондай адам болмаса да, азырақ бар деген сөз. Ол өзін сенен артық сүйеді. Ол өзі менен артық сүйеді екен. Дуду. Қараш, мынау кім? Адам. Мынау ше? Әже. Ал мынау ше? Ал мынау ше? Әке, мынау. Әке, мынау кім?
Бұл Лыла. Мынау кім? Бұл сенсің ғой. Мынау кім? Бұл Шаншан әпкең. Шаншан. Уай! Лео! Шаншан тазалық үйіне қолын жууға кетті. Сәлден соң келеді. Біз шарапханадамыз. Ішімдік ішіп отырмыз. Уай! Уай! Шаншан, Лео саған телефон соқты. Біз жалғасты ішейік. Мен еркіндіктемін. Иә! Сен сөзсіз бақытты болуың керек. Сен де бақытты болуың керек. Сөзсіз. Ой, қарындас, жалғызсың ба? Мені тани алдың ба? Сағынып қалдың ба? Мені сағынған шығарсың. Бізді ұмытып қаласың ба? Ана жақта бір дүкен бар. Жүр, сені сол жаққа апарып көңіліңді көтерейін. Жүрейік, қыдырып қайтайық. Жүр, сонда барып көңіл көтерейік. Сен кімсің, а? Жоғалыңдар. Мен кісі өлтірдім. Тез қашайық. Лео! Лео! Адам бар ма? Дәрігер, іштегі науқастың жағдайы қалай? Дәкемен таңып қойдық, сыртқы жарақат болды. Бірақ шынтағы мен ішкі жарақаты біраз ауырлау, емханаға жатуға тура келеді. Жарайды, рахмет. Лео, есіңді жедің ба? Су ішем, су.总觉得自己能承受，却一次又一次的让理由牵着我们走。曾经那份快乐，悄悄地被香烟的味道带走。忘了放过几次手，也忘记回了几次头。握着手中的尊严，却早知已将幸福
送走，直到春烟已老旧，或许才明白你我并未看透，像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却一个没留下。等候，我无意跟着你走，换来的却是多余的忧愁。或许是人生过了头，才明白爱情不过是两个人的所求。像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却只留下一句问候。我无力再陪你走，你幸福是我最后的奢求。或许来生只是点点头，也或许在人潮之后，看见我为你停